Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Жүсіп Баласағұнның Құтты білік дастаны. Бүгінгі сабақта эпикалық туындылардың композициялық құрылымымен танысасыздар. Жүсіп Баласағұнның Құтты білік дастанының эпикалық жанрға тән композициялық құрылымын талдайсыздар. Дастанның ішкі мазмұнымен танысасыздар. Оқушылар, Жүсіп Баласағұн қазақ әдебиеті тарихындағы ислам дәуірі әдебиетінің өкілі. Қазақ даласы 10-12 ғасырларда араб халифатының қарамағында болды. Ислам діні тарады. Ислам мәдениетін жасауда қазақ жерінен шыққан ойшылдардың үлесі мол болды. Бұл дәуір әдебиеті шығарма иесінің шыққан ортасына қарай сыр бойы әдебиеті және Қарахан әдебиеті деп екіге бөлінді. Сыр бойы әдебиетінің өкілдері Әбу Насыр әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Ахмет Игнеки, Сүлеймен Бақырғани. Қарахан әдебиетінің өкілдері Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари. Оқушылар, қазір сіздер Жүсіп Баласағұн туралы бейне материал көріп, кеңірек ақпарат аласыздар. Бұл кітапты жазған адам Баласағұн қаласында дүниеге келген. Мен өз кітабымды осылай бастадым. Барлығына қай жерде дүниеге келгенімді білдіргім келді. Мен алғашқы білімімді сол Баласағұнда алдым. Сол кезде бұл өте үлкен қала, ұлы Қарахан астанасы болды. Ата-анам дәулетті адамдар болды. Осы жағдай маған оқуға мүмкіндік берді. Одан кейін мен алдыға қарай жол тарттым. Менің жолым шығыстағы Фараб, Бұхара, Қашғар қалаларына түсті. Өкінішке орай Жүсіп Баласағұн өмірі ақтаңдақ беттерге толы және керемет білімді алды. Ол Қашғарда басқа да атақты ғалымдар секілді Сажи, Нұр шашқан медресесінде оқыды. Ол араб және парсы тілдерінде еркін сөйледі. Жүсіп Баласағұнның көп поэтикалық еңбектер жазғаны баршамызға белгілі. Кейбір ғалымдар Жүсіп сонымен қатар саясат туралы кітап және энциклопедия туралы кітап жазған деп пайымдайды. Өкінішке орай ойшылдың мұндай кітаптары ұшты-күйлі жоғалып кетті. Біздің заманымызға дейін оның атын әлемге әйгілі еткен тек бір шығармасы жетті. Ол Құтты білік, Құдатғу білік. Оқушылар, бейне материалдан көріп білгендеріңіздей, Жүсіп Баласағұн адамзатты алға жетелеуші, ізгілік дәнін себуші болған екен. Ғұламадан нәр алу үшін Құтты білік дастанын оқып танысайық. Бірінші, дастанның құрылымын талдайық. Ол үшін терминдермен танысу керек. Эпопея грек тілінен аударғанда сөз, баяндау, жасаймын деген мағына береді. Бүкіл бір дәуірді кеңінен қамтып бейнелейтін, кең тынысты, сан салалы эпикалық шығарма. Оқушылар, эпикалық шығарма үш түрге бөлінеді. Шағын көлемді, орта көлемді, кең көлемді. Шағын көлемді түріне әңгіме, ертегі, аңыз жатады. Орта көлемді түріне поэма, повесть, дастан жатады. Кең көлемді түріне роман, эпопея кіреді. Дастан парсы сөзінен тарихи әңгіме, ертегі, батырлар жыры болып есептеледі. Таяу және орта шығыстың, Азияның, оңтүстік шығыстың әдебиеті мен фольклорындағы эпикалық жанр. Өлең түріндегі уақиғалы шығарма. Бұрыннан белгілі ертегі сюжеттерінің, аңыз хикаялардың әдеби өңделген түрі болып келеді. Дастанда кейде өлең мен қара сөз араласып келе береді. Терминдермен таныс болдыңыздар, енді Жүсіп Баласағұнның Құтты білік дастанының композициялық құрылымын талдайық. Құтты білік дастаны эпикалық шығарманың орта көлемді түріне жатады. Сыртқы композициялық құрылымы 6520 бәйттен тұрады. Бәйт деген, оқушылар, екі жолды өлең. Бұл 13.000 өлең жолы, 85 тарау. Ішкі композициялық құрылымы туралы қазақ зерттеушісі Немат Келімбетов қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі атты еңбегінде Орхон Енесей жазуларының композициялық құрылымының принципті белгілерін талдап көрсеткен.
ежелгі түркі поэзиясына тән дәстүр бойынша осындай әрбір циклдың өзі міндетті түрде 3 элементтен тұратын болған. Бірінші оқиғаның басталуы, екінші сол оқиға желісінің біртіндеп ұлғая түсуі, үшінші осы циклде айтылуға тиісті ой пікірдің түйіні. Осындай ішкі реттілік Құттыбілік дастанында да байқалады. Бір қатар бәйіттерде, кітап ішіндегі тарауларда, кітаптың тұтас бітімінде өз ішінен тұйықталып отыратын осы сюжеттік заңдылық, оқиғаның, ойдың басталуы, дамып өрбуі, айтпақ түйін тиянағы басым. Оқушылар Құттыбілік дастанының сыртқы және ішкі композициялық құрылымымен таныстыңыздар. Енді Құттыбілік дастанының ішкі композициялық құрылымын талдап көрелік. Бірінші тапсырма. Төменде берілген үзіндіден оқиғаның басталуын, дамуын, ойдың түйінін табыңыздар. Құттыбілік дастанынан алынған үзінді. Жүрсін бектер 5 нәрседен алыстап. Есі болса, жұрнақ болса намыстан. Ұшқалақтық бірі, екінші сараңдық, үшіншісі ашу, оған егіз надандық. Қырсығың сор, бетті жергіп жүргізер. Бесіншісі өтірік, жерге тірі кіргізер. Бет бесеуден бойын аулақ ұстасын, білсін сонда басынан құс ұшпасын. Қанекей оқушылар, осы үзіндіні ішкі композициялық құрылымға қарай талдап жіберейік. Жауабын бірге тексерейік. Оқиғаның басталуы, жүрсін бектер 5 нәрседен алыстап, есі болса, жұрнақ болса намыстан. Автор бектерге 5 түрлі нәрседен алшақ болу керектігін айтатыннан хабар беріп тұр. Оқиғаның дамуы, ұшқалақтық, сараңдық, ашу, қырсықтық, өтірік деп сол 5 түрлі нәрсені талдап берумен дамыды. Ойдың түйіні, бет бесеуден бойын аулақ ұстасын, білсін сонда басынан құс ұшпасын. Бектер осы 5 нәрседен алыс жүрсе, адамдығы биік болады деп есептейді. Оқушылар, екінші тапсырмаға қарайық. Жүсіп Баласағұнның Құттыбілік дастаны мен Абай Құнанбайұлының біреуден біреу артылса өлеңінің ішкі композициялық құрылымы мен идеясын салыстыра талдаңыз. Құттыбілік, бала білім жолын қусын деңіз, бесігінде-ақ ілім шоғын көсеңіз. Балалық шақ ілім қуып тоналар, жылдар салып береке боп оралар. Сәбиінде көкірекке түйгені, өлгенінше санасында жүреді. Біреуден біреу артылса. Біреуден біреу артылса, өнер өлшеніп тартылса. Оқыған білген ақ, надан ақ сан қылса. Оқыған білер әр сөзді, надандай болмас ақ көзді. Қане оқушылар, екі туындыны ішкі композициялық құрылымына және идеясына талдап жіберелік. Орындап болсақ, жауабын тексерейік. Жауабы. Бала білім жолын қусын деңіз. Бұл оқиғаның басталуы. Автор білім туралы айтатынынан хабар беріп тұр. Бесігінде-ақ ілім шоғын көсеңіз, балалық шақ ілім қуып тоналар, жылдар салып береке боп оралар. Бұл оқиғаның дамуы, білімнің бағасы туралы айтып жатыр. Сәбиінде көкірекке түйгені, өлгенінше санасында жүреді. Яғни сәби күніңде алған білімің өмір бойы сен санаңнан өшпейді деп түйіндейді. Біреуден біреу артылса, өнер өлшеніп тартылса. Осы екі жолда ақын, адам адамнан несімен артылу керек деген ойды бастайды.
Оқыған білген ақ, надан ақ сан қылса деп, адам бір-бірімен, біліммен, өнермен артылу керек деген оқиғаны дамытады. Оқыған білер әр сөзді, надандай болмас ақ көзді деп, оқыған адамды наданнан жоғары қойып түйіндейді. Оқушылар, бүгінгі сабақта эпикалық туындылардың, Жүсіп баласағұнның Құттыбілік дастанының композициялық құрылымымен таныстыңыздар. Бүгінгі алған білімдеріңді бекіту үшін келесі тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма. Берілген сипаттамаларды сәйкестендіріңіз. Бірінші бағанда Құттыбілік дастаны, эпопея, дастан, ішкі композициялық құрылым. Үшінші бағанда Азияның фольклорындағы эпикалық жанр, оқиғаның ұлғаюы, сөз баяндау, орта көлемді эпикалық шығарма. Екі бағандағы берілген сөздерді бір-бірімен сәйкестендіріңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Құттыбілік дастаны орта көлемді шығарма. Эпопея сөз баяндау деген мағына береді. Дастан Азияның фольклорындағы эпикалық жанр, ішкі композициялық құрылым, оқиғаның ұлғаюы. Бүгінгі сабақта эпикалық туындылардың композициясы туралы білдік. Құттыбілік дастанның композициялық құрылымын талдадық. Дастанның идеясын, тақырыбын анықтадық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.